Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы авторлық құқық және плагиат ұғымдары. Оқу мақсаттары: авторлық құқық, плагиат ұғымдарын түсіндіру. Авторға сілтеме беру арқылы ақпаратты сүйемелдеу. Ең алдымен балалар, Білім.кз сайтындағы видеоны тамашалаңыздар. Сілтемесі экранда тұр. Зияткерлік жекеменшік қандай да бір адамның немесе адамдар тобының ақыл-ой іс-әрекетінің нәтижесі. Зияткерлік жекеменшік нысандары компьютерлік программалар, әдеби шығармалар, музыкалық шығармалар, драмалық туындылар, сәулет өнері туындылары, көркем өнер туындылары, графикалық туындылар, сәулет туындылары болып бөлінеді. Авторлық құқық және плагиат ұғымдарының үш тілде берілуін дәптерлеріне жазып алыңыздар. Авторлық құқық, авторское право, копирайт, плагиат, плагиаризм. Авторлық құқық дегеніміз адамның өзі жасаған әдеби шығармаларға, компьютерлік программаларға, драмалық және музыкалық шығармаларға, сәулет туындыларына құқығы. Мына қызықты ақпаратқа назар аударайық. Белгілі бір меншік автор мен құқық иесі өз өнімдерін жариялай отырып, авторлық құқықты қорғау белгісін қолдануға құқылы. Бұл белгі туындының әрбір көшірмесінде авторлық құқықты қорғау мақсатында қолданылады және латын әліпбиінің дөңгелектеп қоршалған С әрпімен авторлық құқық иесінің аты мен өнімнің жарыққа шыққан жылын көрсетуден тұрады. Авторлық құқық жеке құқық және мүліктік құқық болып екіге бөлінеді. Жеке мүліктік емес автор құқығы, авторлыққа құқық, автор атына құқық, өзгеріс ендірме құқығы болып бөлінеді. Авторлыққа құқық бұл туындыға автор болу құқығы. Автор атына құқық туындыда әрбір автор атының формасын таңдау құқығына ие. Өз аты, лақап аты, немесе анонимді автор болу. Өзгеріс ендірме құқығы туындыны кез келген өзгертуден қорғау. Плагиат басқа бір адамның автордың туындысын немесе оның белгілі бір бөлігін заңсыз меншіктеуі және қолдануы. Плагиат жасамас үшін жұмысты жасау барысында қолданылған туынды авторына сілтеме немесе материал алынған интернет ресурсына сілтеме жасауы керек. Мына сұрақтарға жауап берейік. Зияткерлік жекеменшік нысандарына мысалдар келтіріңдер. Авторлық құқық дегеніміз не? Авторлық құқықтың қандай түрлерін білесіңдер? Плагиат дегеніміз не? Ал енді мына жағдайды талдап салыстырайық. Сендердің достарына Қазақстан халқының ұлттық ойындары деп аталатын тақырыпта баяндама жасау қажет. Олар интернет желісінен қызықты ақпаратты тауып алып, оның кейбір бөліктерін өз баяндамасына қосты. Бірақ достарын өз баяндамасында ақпарат алған сайттың адрестерін көрсеткен жоқ. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. Достарың заңды тұрғыда дұрыс жасады ма? Неге? Мұнда қандай да бір құқық бұзушылық орын алды ма? Интернеттегі жекеменшік деген ұғымды қалай түсінесіңдер?
Оның иесі кім? Плагиат неден туындайды? Саналы әрекеттен бе, әлде түсінбеушіліктен бе? Ал енді мына ребусты шешіңдер. Тапсырма. Жеке автор құқығы түрлерін атаңдар. Ал енді балалар, үйге тапсырма. 29-ші параграфты оқу, сұрақтарға жауап беру, дәптерге сөз жұмбақты орындау. Шығармашылық тапсырма. Авторлық құқық және плагиат ұғымдары тақырыбына Microsoft PowerPoint программасында презентация құрыңдар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге сәттілік тілеймін.